Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп гимназия. Қазақ тілі пәні бойынша 2 сынып оқушысының өзіндік жұмысы 4 тоқсан. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты. Мәтіннің тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжау, дара және күрделі етістіктерді ажырата білу, сауатты көркем жазу. Серпілген сауал әдісі бойынша сабағымызды бастайық. Бірнеше сұрақтар бар. Сол сұраққа жауап берейікші. Бірінші сұрақ. Сөз таптарын ата. Етістік дегеніміз не? Етістіктердің сұрақтарын атаңдар. Етістік сөздері бар сөйлем құрастырып айтыңдар. Дара етістік болатын мысалдар келтіріңдер. Күрделі етістікке мысалдар келтіріңдер. Сонымен балалар, енді ережені пысықтайық. Кәне, ережені қайталап жіберейікші. Етістік нешеге бөлінеді? Қандай болып бөлінеді? Дара етістік неше сөзден тұрады? Күрделі етістік неше сөзден тұрады? Балалар, енді оқулыққа қарайық. 80-ші беттегі 26-шы жаттығуды қараймыз. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңді оқып болсақ, тапсырманы оқиық. Бірінші тапсырма. Өлеңдегі етістіктерді тап. Екінші тапсырма. Өлең мазмұны бойынша сұрақ қой. Балалар, 26-шы жаттығуды орындап болсақ, оқулықтағы 81-ші беттегі 27-ші жаттығуға қарайық. Жаңылтпаштың қатесін түзеп жаз. Яғни бұл жаңылтпаш қатемен жазылған екен. Соны біз не істейміз? Әрине, қатесін түзетіп жазамыз. Қатесін түзетіп дәптерге көшіріп жазып болған соң, етістіктерді тауып, дара немесе күрделі екенін ажыратамыз. Жиырма жетінші жаттығуды орындап болса, 28-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Яғни, берілген мәтінді түсініп оқимыз.
Балалар, қандай құстардың суретін көріп тұрмыз? Әрине балалар, біз қарлығаш және тоқылдақтың суретін көрдік. Енді сіздерге тапсырма. Тоқылдаққа тұмсық не үшін керек? Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Осы сұрақтарды дереккөздерден тауып, жауап ізде және дәптеріңе жазып қой. 29-ші жаттығуға тағы тапсырма беріліпті. Өз аулаңдағы құстарды бақыла. Сонда байқағандарың туралы шағын мәтін құрастырып жаз. Яғни ауламызда көрген құстың атын табамыз. Сосын ол құс не істеді? Соны жазамыз. 30-ші жаттығу. Не істеді? Қайтеді сұрақтарына жауап беретін сөздерді топтастырып, себебін дәлелде. Яғни балалар, бұл жерде екі бағанға бөлеміз. Бірінші бағанға не істеді деп жазамыз, екінші бағанға қайтеді деп жазамыз. Бірінші бағанға не істеді деген сұраққа жауап беретін етістіктерді жазамыз, екінші бағанға қайтеді деген сұраққа жауап беретін етістіктерді жазамыз. Бейнероликті дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңдар балалар, келесі сабақта кездескенше.